мұғалім кез келген адам бола алады, ұстаз болу қиын. Мен егер де сабақ берсем, мен мұғалім боламын. Жай ғана пәнді беремін. Бірақ оның ішінде тәрбиеге үңіліп кетсем, әрине мен не боламын? Мен ұстаз боламын. Мұғалім өзін жақсартпай, өзіне үйретпей, өзі дамымай, әрине оның да жұмысы дамымайды. Қазір ұстаздар деген сайында ұстаздар өздерінің құқыларын білгіш болып кетті ғой, былай айтқан кезде бірдеңе болса мен өз құқығымды білемін деген сияқты. Қай жерде құқық бар, сол жерде жауапкершілік бірге жүреді. Өзіңіз қанша балаға тәрбие бердіңіз, білімге үйреттіңіз, осы балаларыңыз шетте қалып қалмады ма? Сіздің балаңыз бүгін емтихан тапсырды ма деп, мен бүгін емтихан берді деп сұраймын өз-өзімнен. Содан кейін кешке келгеннен кейін баламнан сұрақ қоямын, енді емтихан тапсырдым десем, жақсы тапсырдым деп қояды. Орыс сыныбында оқыған оқушылар белсенді болады, ойын ашық жеткізе алады, еркін болады деген. Ал қазақ сыныбында оқыған балалар кішкене тұйық. Ол да тәрбие ғой. Али Жолтаевна, қалыңыз қалай? Жақсы, сәлеметсіз ба? Енді оқу жылын аяқтадыңыздар. Ұстаздардың тәлімгерісіз, былай айтқан кезде Жетісу облысының. Жалпы ұстаздық жолына қалай келдіңіз? Кішігірім содан бастасақ әңгімемізді. Жақсы, негізі мен өзім ауылдық мектепті бітірген болатынмын. Сол ауыл мектеп бітірген бірінші жыл мен өзім жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалдым да, сол ауылымда өз мектепте мен өзім еңбек жолымды бастадым. Ол кезде бізде пионер-вожатый деп аталатын. Сол пионер-вожатыйдан еңбек жолымды бастап, 2 жылдай жұмыс жасадым. Себебі 2-ші жылы мен осы Талдықорған қаласындағы Жетісу педагогикалық институтына мен сырттай оқуға түстім. Бастауыш сынып мұғалім ретінде. Сол түсіп, 1 жылдай өзім ауылда жұмыс жасадым. Содан кейін осы Талдықорған қаласына ауысып келдім. Ауысып келген кезде ол жерде нөмір 2-ші Ленин атындағы орта мектеп деп аталатын. Сол жерге мен өзім алғаш 94-ші жылы осы Талдықорған қаласының көп мектептерінде қазақ сыныптарын алғаш рет ашылған. Сол кезде мен өз сол мектепке 1-ші сыныпта қазақ тілінде оқытуды бастадым. Ол кездері қазақ тілінде оқытатын мектептер шамалы аз, иә? Шамалы аз болған. Содан кейін мына орыс мектептерін аралас тілге ауыстырып жатты да, сол мектепте өзі қазақ сыныптан, бастауыш сыныптан бастап ашты. Сол кезде мен осы Талдықорған қаласында еңбек жолымды алғаш ұстаз ретінде еңбегімді бастадым. Одан кейін 9-ші мектепке ауыстым, еңбек жолымды жалғастырдым. Содан кейін өзі жанұяма байланысты Текелі қаласына ауыстым. Текелі қаласында 5-ші орта мектепте жұмыс жасадым. 1 жылдан кейін, содан кейін Текелі қаласының білім бөліміне әдіскер ретінде жұмысқа ауысып, сол әдіскерлік жұмысымды әлі күнге шейін жалғастырып келе жатырмын. Әдіскердің жұмысы қиын ба? Не істейсіздер жалпы? Соны кішігірім түсіндіріп өтсеңіз. Негізі әдіскердің жұмысы өте қиын. Неге сөйтіп айтамын? Себебі әдіскер ол біріншіден мұғалімнің мұғалімі. Енді мұғалімнің мұғалімі не істейді деген осындай көп сұрақ туындайды ғой. Біріншіден біз мұғалімге әдістемелік көмек көрсетеміз. Әдістемелік көмек дегеніміз ол оқу процесінде педагог сабақты қалай жүргізу керек, оны қалай жоспарлау керек, қандай тиімді тәсілдерді қолдануға болады дегендей осындай әдістемелік көмек көрсетеміз. Содан соң жаңа педагогтер бізде әртүрлі кәсіби байқауларға қатысады, иә? Сол кәсіби байқауларға қатысқан кезде де нені қалай жасау керек? Әр өзінің байқаудың кезеңі бар. Мысалы, бірінші кезеңде өзін-өзі таныстыру болса, сол өзін-өзі таныстыруда педагог нені таңдау керек? Оны қалай көпшіліктің алдына ұсыну керек? Себебі біз айтамыз ғой, байқауға қатысу керек деп осындай талап қоямыз. Бірақ мынандай мәселе, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу, соның өзі шығармашылық деп ойлаймыз, иә? Осы бағыттағы жұмыстар жүргіземіз. Содан кейін педагогтердің өзінің инновациялық тәжірибесі бар. Ол яғни әр педагог өзінің авторлық бағдарламасын немесе өзінің жеке құралдарын жазып шығарады. Ол сол бағыттағы жұмыстарға біз әдістемелік көмек көрсетеміз. Және де сіз өзіңіз білесіз, 2016 жылдан бері бізде білім беру саласына жаңартылған білім беру мазмұны енгізілген болатын, иә? Сол жаңартылған білім беру мазмұны енгізуде біздің көп педагогтеріміз
қиналды, шын айтса, кедергілерге тап болды. Оған қалай енуіміз керек біз, иә? Сабақты жоспарлауда жаңағы критериалды бағалауды қалай енгізу керек, балаларды қалай бағалау керек, сараланған тапсырмаларды қалай ұсынуға болады дегендей, осы жерде біздің педагогтеріміз қиналды, шын мәнінде. Әлі де қиналады деп ойлаймыз, себебі бағалауға келген кезде көп мұғалімдер осы сұраққа да жауап бере алмай жатады. Негізі критериалды бағалау дегеніміз не деген өзінде осыны жай сөзбен түсіндіре алмайды. Осы бағыттарда біз жұмыс жасаймыз, сонымен қатар біз өзіміз педагогикалық оқуларды ұйымдастырамыз, содан кейін вебинарлар, семинарлар деп айтамыз, практикалық, немесе биылғы жылдан бастап біз педагогтердің арасында мынандай форматта, TED Talks форматында жұмысты біз көбейтіп жатырмыз, себебі мұғалім біріншіден жаңағы адамдардың, халықтың алдында сөйлей білу керек, иә? Сөйлей білген кезде свободный формат деп айтамыз ғой. Және жай сөзбен, қарапайым сөздермен өз ойын жеткізе білу керек. Осындай форматтағы біз жұмысты қолға алып жатырмыз. Ұжымның мықты болуы басшыға байланысты сияқты. Енді менің жеке пікірім, сіздердің орталықтарыңызға келген кезде атмосферасы тым бөлек, өте ұйымшыл, артық сөзден алыс, сізді әр уақытта жылтайына деп қасыңызда жүреді. Сондай көп болған жоқ қой басқарып жатқаныңызға орталықта, иә? Сондай дәрежеге жету, сыйласымдылыққа өзіңіздің жұмысшыларыңыздың арасында. Бұндай нәтижеге біз 2013 жылдан бері келе жатырмыз. Яғни жалпы облыс бөлінбей тұрған кезде Алматы облысында бізде білім беру дамыту оқу-әдістемелік орталық құрылған болатын. Ол кезде басшылық еткен менің өзімнің алғашқы басшым Қабдулова Жанатаевна. Негізі сондай жаңа ұжымның бір ауызды ұйымшыл болуы, мен ойлаймын, сол кісінің өзінің еңбегі деп ойлаймын. Себебі менеджмент ол өте күрделі нәрсе. Біз алғаш жылы құрылған кезде бізде әр саладан, қалай айтсам, әр сала емес, бұл жерде мектептен келген педагогтар өте көп болды. Себебі мектептен келген педагогпен жаңағы әдістемелік орталықта істеген әдіскердің арасындағы арақашықтық өте көп. Себебі мектептің мұғалімінің өзінің жұмыс стилі басқаша, әдіскердің жұмысының өзінің түрі басқаша. Соларды біріктіріп, үйретіп, оқытып, көрсету бұл да күрделі жұмыс деп ойлаймын. Бірақ бүгінгі күні біз енді облыс бөлінгеннен кейін қайтадан құрылып, бірақ осы орталықта жаңа сіз айтып отырғандай өзіміздің Алматы облысында бұрын жұмыс жасаған әдіскерлер қалды да, және осы жұмыс қалыптасып қалды. Яғни бізде менің жұмысым емес, бұл менің функцияма жатпайды, бұл менің лауазымыма кірмейді деген ондай біз қағидат ұстанбаймыз. Бізде барлығымыз білуіміз міндеттіміз деп біз сөйтіп айтамыз. Мен физика, математика пәні мұғалім болсам да, мен бірақ бағалаудың жүйесін мен басқа пәндерде білу міндеттімін. Немесе жаңағы бәрімізге ортақ бір бұйрық бар, мысалы педагогты аттестаттаудан өткізу бойынша, иә, оны білу бәріне міндетті. Ол жаңа колледждің әдіскері болсын, балабақшаның әдіскері болсын, орта білім беру әдіскері болсын, олар барлығы осы бұйрықты білу міндетті. Сол себептен біз бөлмейміз. Сондықтан егер де біздің әріптесіміз денсаулығына байланысты ауырып қалып жатса, немесе еңбек демалысына кетіп жатса, әрине келесі әріптесіміз соның өзінің жұмысын алып кетіп жатады. Мүмкін осыда бір ауызбіршілікке алып келе ме деген осындай неміз бар. Іс-шаралар өтіп жатса да, сіздерде барлығы жүреді. Барлығы бір-бірінің шарасы деп бөлмейді. Бәрі бірге барып, көмектесіп. Ол енді осы ұжымның өзінің ауызбіршілігі, мен ойлаймын, содан сыйласымдығы ма деп ойлаймын. Кішіпейілдігі ма деп ойлаймын. Енді былай жас маман ретінде жұмысты бастаған кезде, енді мектептен бастайды ғой мұғалімдер. Мектеп директорына қарап барған жөн бе? Бізде мынандай ұғым бар, иә, баланы бірінші сыныпқа берген кезде ата-ана бірінші не істейді? Ата-ана бірінші мұғалімді таңдайды, иә? Мұғалімді таңдайды, содан кейін барып мектепті таңдайды. Ал енді ол егер де жас маман жұмыс жасаймын деген кез келген жас маман болса, ол таңдамау керек мектеп басшысын. Ол өзінің қалауы бойынша болу керек. Мен ылғи айтам, мұғалім бір орысша деп айтады ғой, учитель от Бога дейді, иә? Мұғалім жан күйінен ол мұғалім болу керек деп ойлаймын.
ол қайда болмасын, ол ауыл мектепте болсын, ол шағын жинақты мектепте болсын. Бізде мысалы облыста 35 мектеп, бастауыш мектеп бар. Ол бастауыш мектепте бізде 5-ақ оқушы ғана жұмыс оқиды. Иә, мысалы. Сондай мектеп болсын, қай жерде болмасын, ол үлкен мектеп болсын. Міне қазір комфортный школа ашамыз деп жатыр ғой. Сол жерде жұмыс жасасын, бірақ ол мұғалім өзінің шеберлігіне байланысты, өзінің шығармашылығына байланысты. Егер де мұғалім бүкіл жан күйін тәнімен жұмыс жасаса, ол басшыға байланысты емес, ол өзіне байланысты. Мұғалімдікке сүйіп келу керек дейсіз ғой? Мұғалімдікке негізі сүйіп келу керек. Сол кезде ғана мұғалім болады. Себебі біз айтады ғой, мұғалім мектептің жүрегі деп босқа айтпайды ғой. Сондықтан әрқашанда мұғалім авангард болу керек. Ол қай жерде жүрмесін, иә? Ол өзінің жаңағы туысқандарының арасында жүрсін, ауылдың жаңағы ел арасында жүрсін, мұғалім біріншіден ол мұғалім болу керек. Өзінің жаңағы мәртебесіне сай болу керек. Сіздер түрлі сайыстар өткізіп жатасыздар, соның ішінде ұстаз мәртебесіне байланысты, иә? Бірақ өкінішке орай көбіне қаймақтар келіп жатады. Ұстаздардың ең белсенділері келіп жатады. Қалғандар мектептің ішінде сен тимесең мен тиме болып қалады. Сондай ұстаздармен жұмыс жүре ме сіздерде? Негізі жүреді, бірақ өте қиын. Өте қиын, себебі олар қалай ұстанады? Кейбіреулері біз деп айтамыз, біреусі сабақ беруші жай ғана, иә? Келеді, сабақ беріп кетеді. Кейбіреулері жаңағы жан күйімен сол сыныпты, сол балаларға жан ашиды. Біз біріншіден кімді ойлауымыз керекпіз? Мен өзім қаңтар айында оқу ағарту министрінің кездесуінде болдым. Сол кезде сол сұрақ қойды. Сіздер не үшін жұмыс жасайсыздар деді. Мысалы, не үшін деп сұрақ қойды. Сонда менде мынандай ой туындады. Кез келген мұғалім бірінші не үшін жұмыс жасайды? Оқушы үшін жұмыс жасауымыз керекпіз. Себебі біз ол оқушы, бала ол не? Ол жай ғана тұқым ғой. Тұқымды біз аламыз да жерге себеміз сепкен кезде ол не істейді? Тамырланып өседі. Біз оны қоректендірген сайын, су құйған сайын ол не істейді? Ол өседі. Күннің сәулесін берген кезде, жарық берген кезде ол одан сайын гүлденеді. Сол сияқты мұғалімде сөйтіп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Бірақ жаңа сіз айтып кеткендей мұғалімдермен де біз жұмыс жасаймыз. Біз әртүрлі шараларға тартамыз, тырысамыз енді. Енді болады мұғалімдер тырысып жұмыс жасайтындар. Енді ондай мұғалімдер мен не деп айтамын? Егер де ол жаңағы шыққысы келмейтін мұғалімдер, ол өзінде мысалы күмән тууы мүмкін, иә? Мүмкін мен өзімде жас болдым басында. Жас болған кезде мен өзім ойламаппын былай. Қарап отырсаңыз, мына бірінші жаңа айтып кеттім ғой сізге, Ленин мектебіне келген кезде мен келдім, негізі мен мектепті орыс сыныбын бітірген болатын. Содан кейін келе салып бұл мектепке келген кезде мен ең алғашқы директорым Зәуре Ойшына келді де маған сен қазақ сыныбын аласың деді. Жарайды дедім. Себебі маған жұмыс жасау керек болды. Үйренуім керек. Мен себебі университетті сырттай оқыдым. Келдім да сыныпты қабылдағаннан кейін, мен бірінші қыркүйек күнде мен ата-аналар жиналысын жасадым да, мен қазір өзім ойлаймын, өзім електен өткіземін да сол сәттерді ата-аналарға видео айтыппын. Құрметті ата-аналар, егер де олар көбісі күмәнданды, мен жаспын деп. Соң егер де сіздер мені жас деп ойласаңыздар, егер де менің білімім жетпей тұр деп ойласаңыздар, менен күмәндансыңдар, енше онда мен сіздерге 10 күн уақыт берем, немесе 1 ай уақыт берем. Күнделікте келіп, мен сабағыма қатысыңыздар деймін. Күнде мен сыныптың соңында оқушылардың атынан орындықтарға оқып қоям. Соң күнде келемді өзім оқимын. Енді тырысам. Орысшадан кейбір жерде сөздерді өзімде түсінбеймін. Оны сөздіктен іздеп, тырысып, сабағымды таза қазақ тілінде жүргізіп, өйстіп 1 айдың ішінде ата-аналардың алдында мен өзім шыңдаппын, шын айтса. Ал енді содан кейін сөйтіп жұмыс жасай келе отырып, енді болады кейбір жағдайлар. Жаңа бала күтіміне кетіп қаласың, демалысқа, сондай мәселелер болған кезде үйде отырып қаласың. Адам үйде отырған кезде қарайып қалады. Содан кейін қарайып қалып, жұмысқа шыққан кезде кішкене өзің қысылып, өзі ойыңды айта алмайсың. Жиналысқа барған кезде, семинарға барған кезде саған бір парақ береді. Кері байланыс беріңіз, бүгінгі күні шара сізге ұнады ма деген кезде не жазам? Егер де оны дұрыс жазбасам, егер де мен қазір осы отырған 30 адамдардың арасында алдына шарып, өзіңіздің кері байланысын оқыңыз деген кезде, мен өзім қатты қиналатынмын. Вдруг мен дұрыс емеспін деп.
Вот мүмкін осы мұғалімдер сөйтіп өздерін сезінетін шығармады деп ойлаймын енді. Бірақ ондай мұғалімдерге біріншіден психологиялық көмек керек. Өзінің ол жеңіп шығу керек. И екіншіден ойлаймын, мұғалімнің өзінің кәсіби құзыреттілігіне күмән туа ма деймін. Осындай мәселе. Бірақ біз ондай мұғалімдермен жұмыс жасауға тырысамыз. Бірақ сіз маған жақсы ой тастадыңыз. Енді келешекте мен өзім жоспарыма осыны да бір қарастырсам ба деймін. Өте жақсы. Күшті айтып жатырсыз, өзіңізге вызов тастағансыз, күнде ата-ана келеді, өзіңізге де бірінші болып тұр ғой, ата-аналар артта отырады, сабақта ыңғайсыз ғой негізі. Мен ойлаймын, кейде андай оқушылармен кездесуге шақырады ғой, сонда артынан директор отырса, біреу отырса, онда ойлаймын екен, мынау неме өзі ақыл сияқты ұстап тұр. Іштен неше түрлі ойлар болады ғой. Сіздер де шақырып жатасыздар ғой мені спикер ретінде. Сол кезде ішінде ой туындайды, қаншама мұғалім отырады. Мен жасым, тәжірибем бәрібір олардан аздау деген. Қалай мен олардың алдына шығып бірдеңе үйретемін деген сұрақтар қоямын ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ол ұстаздар өзіне осындай вызов тастаса және соған байланысты дамыса, сіз енді күнделікті келіп айтып отырсыз ғой, сөздіктен іздеп. Бізде қалай, енді мен көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ өкінішке орай өзімнің қатарлас танитын ұстаздар бар. Сабақта 45 минут отырып кетсек болды деген. Ондай өкінішке орай бар. Мен өзім практикамда да олай болды. Өзім әріптестерім кейде былай ғой. Біз 40 минут сабақ береміз. Мен енді бастауыш сынып мұғалім болғаннан кейін менің сыныбымда 37-35 бала болды, иә. Қазіргі күні әріптестерім сұрайды, неге сен мектептен кеттің дейді. Менің тек қана бір сәт қиналғаным бар, ол дәптер тексеру. 35 балаға күнделікте, егер де сен қазақ тілі мен математика пән сабағын күнде дәптерін жинақтап алып, күнде 75 дәптер тексеру өте қиын. Сол кезде солай болды. Одан кейін қолдан біз мысалы бүгін 5 сабақ, ертең 5 сабақ болса, қосымша сол 5 сабақтың мен жаңағы сабақ жоспарын жасайтын. Сол кезде қиналатын мен өте. Сіздер реквизит құралдарды да қолдан жасаушы едіңіздер ғой? Иә, барлық дидактикалық материалды үйлестірме қима қағаз деп айтамыз ол кезде. Соның барлығын біз өзіміз бояп, өзіміз қиып, қазіргі мүмкіндік көп қой жас мұғалімдерде. Ал ол кезде ондай болмайтын. Біз қағазды сатып алып, қиып, оны жабыстырып, немесе қима қағаздардан математика сабағына дидактикалық материалдар дайындайтынбыз. Өте қиын болатын. Қазіргі кезде педагогтерге барлық жағдай жасалынып отыр, иә. Қазірдің өзінде біз мектепке барған кезде мұғалімнің қымыжысын біз тек қана электронды форматта сұрай аламыз. Ол мүмкін өзінің компьютерында немесе телефонда жүктелуі мүмкін. Оны мұғалім істейді, алады да көшіріп қояды да жаңағы өзгерістерді енгізеді, болды. Ал біздің кезде оны біз қолмен жазатынбыз. Күнделікте 5 сабаққа 5 қымыз жазатынбыз. Содан кейін жаңағы дәптер мәселесі мені өте қынжылтатын. Бірақ егер де сен дәптерді тексермесең бастауышта, бізде біріншіден талап қалай болды? Каллиграфия болды. Каллиграфия, содан кейін жаңағы оқу жылдамдығы болды. Вот соған мен көңіл бөлетін. Вот осындай мәселелерді бізде көп қиыншылық туғызды, бірақ оны біз жеңе білдік. Жеңдік, жұмыс жасадық. Көрдіңіз ба? Ал енді сыныпта, жаңа сіз айтып кеттіңіз, содан кейін ол балаларды оқыту, мысалы сыныптың ішінде отыру ол мүмкіндік тумайды. Себебі әр балаға ерекше көңіл бөлуің керексің. Әр баланың жаңағы психологиялық тұрғыдан әртүрлі. Біреуге бір жерде көмектесуің керексің. Бір жерде жаңағы тәртіп сақтауың керексің. Сол сияқты мен сабақтың өне бойы мен жүріп, жаңағы партаның арасына жүріп, балалардың сабағын қадағалап отыратын. Ал енді болды, жаңа әріптестерім сабақты тапсырманы беріп қойып, сабақтың үстінде дәптер тексеретіндей, сонда мен айтам, дәптерді қай уақытта тексересіздер деп. Ал енді өзім қайтатын болсам, 2 пакет дәптерді алып қайтатын ғой. Осындай мәселе. Бірақ ол әрине қынжылтатын. Біз әрқашанда әр баланың жан дүниесін білуіміз керекпіз. Әрқайсысына әртүрлі жаңағы ерекше көңіл бөлуіміз керекпіз. Подход дейміз ғой. Сол подходты біз әрқайсысына жасауымыз керек болған. Мен 11-ші сынып бітірген кезде бастауыш сынып біздің ұстазымыз біздің 1-ші сыныптағы дәптерімізді
сыйлады. Өзіміздің жазған ішінде тіпті мен ана бір қате жіберген кезде өшіргішпен өшіргеннен тесіліп кеткен ғой. Өйткені папам ұрсатын, анау қате кетпеу керек деп, сонда ана папам көрмесін деп өшіргішпен өшіргеннен ана. Сонда ұстазымыздың соншалықты 10 жыл бойы ананы сақтап жүргені деймін да, сол дәптерлерді. Біз 11-ші сынып бітірген кезде біздің қолымызға сол дәптерді ұстатты ғой. Сендердің бірінші сыныпта. Көрдіңіз ба? Яғни әр мұғалімге жаңағы әр сынып, әр оқушы ерекше. Қанша бастауышты бітіртті, мысалы, біз 11 бітіргенге дейін. Бірақ соның өзінде, соны сақтап қойғаны мен ішімнен ойлаймын да, қанша мен қазір сақтап қойдым да, сол өзімде. Кейін өзім балаларыма осы көрсетіп жатырмын деп. Дұрыс, ол көрдіңіз ба? Ол мұғалімні бірінші өзінің оқып шыққан, жаңағы білімін берген оқушылар, сыныптар ол кісіге ыстық болып тұр ғой. Сол себептен әр оқушыға оның өзінің көзқарасы, өзінің махаббаты дейміз ғой. Осы мәселе сіздерге де жаңағы сыйлап отыр. Махаббатын, өз сыйласымдығын, екіншіден оның өзінің еңбегі. Сонда көрдіңіз ба, сақтай отырып, сіздер 10-шы сыныпқа келген кезде қандай еңбекпен болған, келген сіздерге беріп отыр. Ол да бір мұғалімнің өзі бір мәртебесі ма деп ойлаймын. Сол сияқты сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, осы 1 жыл бұрын менен еңбек өтілім 32 жылы, жалпы негізі педагогикалық салада жүргеніме. Осы 1 жыл бұрын өзім бір асханада болып, әкімшіліктің асханада болып, сол жерде білген бір жігіт келіп қасыма келіп, Ғали апай сіз ба деп сөйтіп мені танып жатыр. Сөйтсем өзімнің 1-ші сыныпта, 3-ші сыныпта, мен бала күтіміне байланысты демалысқа кеткен кезде сол балаларды оқытып шығарған болатын. Сол баланың мамасы мен демалысқа шығып кеткен кезде 1 айдан кейін ба телефон шалып хабарласып өйстіп, Ғали апай, Нұрлан сабаққа бармаймын деп байбалам салып жатыр. 1 ай болды. Мен күнде алдап, балама ақша беріп, күнде алдап мектепке жіберем, не істеймін деп. Мен айттым, не істейсіз, түсіндіріп айтыңыз енді. Апайың осылай болмайды. Келесі жылы апайың өзгереді. 4-5-ші сыныпқа барғаннан мүлдем басқа апайлар болады деп өйстіп ақырындап түсіндіріп айтыңыз деп. Сол кезде сол баланың анасының сөздері есіме түсіп, сол бала сол жерде мені танып атқаны неше жылдан кейін. Ол да бір ғанибет шығар деп ойлаймын, ұстаздың әркімнің өзінің еңбегінде, жолындағы. Егер қазір сіз басшылық лауазымындасыз ғой, осы сұрақты басшы болған адамдарға қойғанды жақсы көрем. Сізге қайтадан ұстаз болу бұйырса, боласыз ба? Болам, әрине, болам. Мен әрқашанда айтам, мысалы ол жұмыс бүгін бар, бүгін жоқ, басшы деп айтады, бірақ ол лауазым қалай енді? Біреуге лауазым келеді, бірақ бір жағдайлармен кетіп қаламыз, ол әртүрлі болады. Кейде адам шаршап кетеді бұл лауазымнан. Мүмкін ол өзінің несін ауыстырғысы келеді. Мен ылғи 1-ші қыркүйекте және соңғы қоңырауда салтанатты жиынды көрген кезде жүрегім ауырады. Қайтадан мектепке оралғым келеді. Бірақ мен ылғи айтам, егер де мүмкіндік болып жатса, қандай да мәселе болмасын, мен қайтадан мектепке қайтып келем. Мен кез келген уақытта мұғалім болуға дайынмын деймін. Себебі мен өзім ұстаздық жолын ешқашан ұмытпаймын. Ол бағдарлама өзгерсе де, себебі ол бағдарлама өзгергенімен де оқушы өзгермейді ғой. Ол сол бала қалай 1-ші сыныпқа келеді, ол қалай шығады. Сондықтан мен одан қорықпаймын. Мен оған қуанамын. Егер де мектепке қайтып келіп жатсам, әрине мен балалармен жұмыс жасаймын. Ол балалардың ата-аналарымен жұмыс жасаймын. Ол да бір өзі не емес па? Мұғалімнің өмірі сол ғой. Балалардың арасында өмір сүру. Айтады ғой, мұғалім кез келген адам бола алады, ұстаз болу қиын. Соның философиялық мәнін. Ұстаз ол ұлы тұлға. Учитель с большой буквы деп айтамыз ғой. Ал мұғалім, ол қалай айтсам екен сізге. Бірақ енді оның екеуінде айырмашылығы жоқ. Ол мен сабақ келген кезде, мен егер де сабақ берсем, мен мұғалім болам. Жай ғана пәнді беремін. Бірақ оның ішінде тәрбиеге үңіліп кетсем,
Әрине мен не боламын? Мен ұстаз боламын. Яғни себебі ұстаз не істейді? Ұстаз тәлім тәрбие беру керек бірінші. Егер де тәрбие болмаса, білім де болмайды. Сол себептен де кез келген мұғалім, урокодатель деп айтады ғой, мұғалім келеді, сабақ беріп кетеді. Асығыс үсігіз. Ал егер де сол сабақтың ішінде мұғалім тәрбие процесін енгізіп жіберсе, әрине ол ұстаз болады. Ұстаз, ол тұлға деп айтамыз. Немесе учитель с большой буквы деп айтамыз. Бізде енді өз Жетісу облысында жалпы 12 педагог осы 2013 жылдан бері үздік педагог атағын иегері болып жүр. Сол ұстаздарды мен ұстаз үлкен әріппен айта аламын. Себебі ол кісілер бүкіл облыс емес, бүкіл республика таным болған атақты ұстаздар. Соның ішінде мен айтып кетсем де болады, біздің облыста Сарқант ауданында Станкевич Татьяна Михайловна деген жұмыс жасайды. Ол кісі бүкіл жанымен, тәнімен мектепке беріліп кеткен адам. Ол мектепте сабақ бермейді, ол мектепте стартап жүргізеді. Стартапты не арқылы жүргізеді? Жаңағы баланың патриоттық сезімін ояту, отан сүйгіштікті ояту, табиғат сүю арқылы ояту. Жаңағы осыны тәрбиені бере отырып, ол қосымша сонымен білімді де береді. Осындай ұстаздар бізде өте көп. Өзіңізбен өткенде сұхбатқа түскен Молбаев Бақытжан. Одан кейін бізде Бұланов Мұрат Даданбекұлы. Осындай ұстаздарды үлкен әріппен ұстаз деп айтуға болады. Шын мәнісінде жұмыстарын өте қатты сүйеді. Және сол адамдарға қараса өздерінің бақытты екенін көруге болады да. Өйткені жұмысын сүйген, өзінің күнделікті өмірін сүйген адам өте бақытты болады ғой. Әрине, әрине. Ондай мұғалімдер көп. Біз кейбіреулер көзге түсіп атады. Кейбіреулер жай ғана жұмыс жасап атады. Бірақ шын мәнінде олар өзімен жан тәнімен беріліп жұмыс жасап атқан адамдар бар. Бірақ біз оларды көре алмаймыз. Барлығын көру мүмкін емес. Бірақ оны көріп отырған бала бар және ата-ана бар. Сол қынжылтатын сияқты, ұстаз өзінің жұмысын өзі көрсете алмауы. Бізде қазір әлеуметтік желіде, енді әлеуметтік желі маған керек емес деп сырылға болмайды ғой. Бір төбелесті деген нәрсе шықса, бүкіл Қазақстан ойбай деп жатады. Былай қарасаңыз, ол төбелес біздің де, сіздің де заманда болған ғой. Болған. Сіздердің кездеріңізде одан да қиын болған. Бірақ қазіргі әлеуметтік желі сөйтіп бәрінен дойбалаң салып жүреді. Дүрліктіріп жүреді да барлығын. Ал енді жақсы жаққа келетін болсақ, жақсыны жарлыққа өте қиын, шын мәнісінде. Енді былай ғой, біз қазақпыз ғой, біріншіден. Енді мен мүмкін дұрыс айтпаймын, мүмкін дұрыс айтатын шығармын. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, жаманды біз көп айтамыз. Одан кейін жаман шыққан кезде барлығы талқыға түсіп кетеді. Иә, талқыға түседі де, бәрі талдап кетеді. Как диванный критики деп айтып жатыр ғой қазіргі кезде. Ал жақсы адамның жақсысын біз айта алмаймыз. Не себептен? Себебі біз қазақпыз ғой. Біріншіден бізде, мен ойлаймын, өзіміздің жаңа мүмкін мен қателесетін шығармын, бірақ болады, мынандай нәрсе болады, көремеушілік деген болады. Солай ма? Соны ойлаймын мен кейде. Біз біреу үшін қуана алмаймыз. Қуансақ, ол таза адам қуана алады. Ол жаңағы өзінің комментарийін жазады, жақсы сөздер айтып жатады. Ал енді ондай жақсы айтатын сөздер, жазатын сөздер адам аз бізде. Мүмкін сол шығарма деп ойлаймын. Мүмкін заман солай болып тұр ма екен? Заманның өзі қиын болып тұр ғой қазіргі кезде. Мүмкін сол фактор ойнай ма екен деп ойлаймын. Бірақ біз жаманды әрине жақсы көреміз. Солай болып тұрмыз. Өкініштісі сол. Біз бірақ балаларды неге тәрбиелеуіміз керек? Біз тек қана жақсыға тәрбиелеуіміз керекпіз. Біз тек қана жақсы жақты көрсетуіміз керек. Мүмкін қоғам соны әлі түсінбей ме деп ойлаймын. Сол кезде қоғам өзгереді ғой. Адамның ой санасы жақсы болса. Бізде негативті ала берген сайын, өсіп келе жатқан бала да айналасынан тек қана негатив көреді. Қазір өзіңіз байқайсыз ғой. Иә. Солай болып тұр. Сол қиын болып тұр да кішкене. Мүмкін кішкене өзгеретін шығармыз деп ойлаймыз. Енді бірақ ол үшін мен ойлаймын, әлеуметтік желіде жаманды емес, жақсыны көп көрсету керек па деп ойлаймыз. Адамдар. Бірақ енді бізде қалай? Бұрынғы кезде сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, біз жас кезімізде бұндай мәселе болды. Ол буллингте болды. Ол төбелесте болды. Ол бәрі болды. Бірақ ол бізде әлеуметтік желі болған жоқ.
біріншіден. Екіншіден, цензураға оны жаңағы бақ беттеріне жарияламайтын. Көбінесе оны жауып тастайтын. Қазіргі кезде ашықтық деп айтады, оны барлығын көрсетеді. Көрсеткеннен кейін бізде қалай болып кетеді? Тез тарап кетеді. Тез тамырланып кетеді. Және ол қоғамда болып жатқан соң солай болу керек сияқты болып тұрады да. Жаман деп қабылдамайды ешкім оны. Біз оны как положено қабылдаймыз. Ол олай болмау керек қой. Себебі соны көріп өскен бала әрине ол жаман жақты іздейді. Егер де жақсыны іздеп, махаббатқа бөленіп, керемет жақсы жаңағы не деп айтамыз ғой, мероприятие немесе информация дейміз ғой, ақпараттарды жақсы қарап ақпараттар болып жатса, әрине баланың да санасы өзгере ме деген ой туындайды. Сондықтан біз жүрген жерде айтып жүруіміз керекпіз. Мен өзім жұмысқа келу, қайтуым автобуспен жүрем әрқашанда. Сол кезде мен енді шын айтса үндемей өте алмаймын. Бір жерде балалар жаңағы жаман сөйлеп жатса, немесе автобустың ішінде үлкен адам отырып, жас балалар отырса, әрине мен айтып кетем, тырысам айтуға. Үлкендерге орын беру керек, сендер жассыңдар әлі дегендей, немесе бұлай сөйлеуге болмайды дегендей, осындай мәселелерді мен өзім жүрген жерімде айтып жүремін да. Содан кейін мынандай қызық нәрсе бар өзімде. Мен қайда болмасын, ол мектеп болсын, ол біреудің үйіне қонаққа барған кезде, егер де алдымнан балалар жүгіріп шыға келсе, мен әрқашанда осы кіремін де деймін, сәлеметсіздер ме деймін. Бұл елдің бәрі маған айтады, күледі. Мен айтамын, бұл менің өзімнің мұғалімдік, ұстаздық жолымда қалып қалған өзімнің бір нем шығар деп ойлаймын. Әдетім. Себебі мен ылғи таңертең мектепке келген кезде бірінші мен кімдерді көрем? Балалар бастауыш балалар не істейді? Жүгіріп шығады. Мен балаларға екінші ана болғанмын. Сонда олар анасы сияқты көрген кезде, апай сәлеметсіз бе деген, мен сәлеметсіз бе деп сөйтіп жауап беретінмін. Сонда осы әдет менен қалған жоқ. Қайда бармасам да, қонаққа бармасам да, осындай сөзден бірінші бастаймын. Сәлеметсіздер ме деп. Білмеймін, өзім осылай әдетім қалып қалған. Бұл мүмкін жақсы әдет пе, жаман әдет пе, бірақ жақсылыққа үйретеді. Себебі сенімен амандасып жатса үлкен адам, бала қуанады. Қуанып, жаңағы несі қуаныштап нетіп, қалай айтсам екен, жүгіріп шығып алдыңнан сөйтіп амандасып жатады. Ол бір жақсы әдеп деп ойлаймын. Сондықтан соны біз тануымыз керек па деймін. Себебі біз өзіміз егер де біреуге үлгі көрсетпесек, жаман нәрсені бала тез үйреніп кетеді әлеуметтік желіде. Бала себебі ол губка сияқты ғой. Жаман нәрсені көп сіңіріп алады да, жақсы нәрсе денесіне сіңу толып кетеді да, сіңбей қалады. Жақсы нәрсе бетінде май сияқты қалып қалады да, ал жаман нәрсе сол денесінде бітіп кетеді. Солай қабылдауымыз керекпіз. Сондықтан тек қана біз жақсылыққа үйретуіміз керекпіз. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев осы Жетісу өңіріне келген сапарында бірнеше ол кісінің болған объектілеріне мен де болдым. Сол кезде маған ұнаған ол кісінің бір күшті сөзі бар. Ұстаз әртіс емес деген. Осы тұрғыда ол кісі портфолиомен жұмысты алып тастады ғой. Енді мен ойлаймын, осыған дейін сол портфолио болған үшін ұстаздар сертификаттың санына көп жұмыс жасаған сияқты. Лишь бы бір жерден сертификат алу, бірақ сол мәнісінде даму тоқтап қалған сияқты да. Қазір алып тастағаннан кейін енді дамығысы келген ұстаз өзі дамиды. Өзі үшін қайтты, сертификат портфолио үшін емес. Соған ойыңыз? Ол ой былай ғой. Менің ойым былай. Осы уақытқа дейін мына біздің аттестация педагогтердің өзгерді ғой. Бірнеше рет өзгеріске ұшырады. 18 жылға дейін педагогтер тек қана тест тапсырмай портфолиосын өткізеді. Сол портфолио арқылы олар аттестациядан өтетін. Сонда көбінесе педагогтар портфолиосына ол жерде мынандай критерий болған, бақ беттеріне жариялау. Сол кезде егер де педагог, мұғалім өзінің тәжірибесін бақ беттеріне, журнал, газеттерге жазып мақаланы жарияласа, себебі кез келген мұғалім өзінің шеберлігін жеткізе алмайды ғой. Бар ғой бізде мұғалімдер, сөйлей алмайтын мұғалімдер бар, көбінесе тұйық мұғалімдер бар. Бірақ олар нету керек? Олар жыл бойы нету керек? Өзін жетілдіру керек.
мұғалім не арқылы жетеді? Егер де ол көп оқыса, егер де ол көп білсе, немесе өз ойын жаңағы біз айтамыз ғой, мақала жазса, мақала жазған кезде мұғалім не істейді? Ол ізденеді. Көп әдебиеттерді көтереді, педагогиканың өзінің әдебиетін көтереді, әдебиетті көтеріп ізденіп, оқып, өз ойын жазады. Егер де мұғалім мақала жазбаса, әрине ол қалай айтсам екен, ол дамымай қалады ғой. Сол себептен жаңа портфолио деп айттыңыз. Иә, әрине кейбір педагогтер сол сертификаттарды қуалап кетті. Бізде енді көп соңғы кездерде, мына 19 жыл біз онлайнға көшкен кезде, мына пандемияға байланысты көшкен кезде, көп педагогтер мына онлайн байқауларға, конкурстарға қатысып жатты, соларды көрсетіп жатты. Әрине, біріншіден мен жаңа айтып кеттім сізге, педагог конкурсқа қатысқан кезде ол не істейді? Ол дайындалады. Ол жаңағы өзінің тәжірибесін ой електен өткізеді, жинақтайды. Не дұрыс, не дұрыс емес. Мен мынаны тәжірибемге осылай енгізсем қалай болады дегендей дайындалады ғой. Ол жан-жақты болады, ойланады. Содан кейін өзінің ойлап шыққан бір қандай да болса инновациялық тәжірибесін ортаға салады да, сөйлеудің өз шығармашылығы, иә. Сондықтан ойлаймын, мұғалім даму үшін ол бірінші не істеу керек? Ол мақала жаза білу керек. Одан кейін барып, жаңағы кез келген ортада сөйлей білу керек, және өзінің тәжірибесін тарата білу керек. Сол кезде мұғалім әрқашанда дамып отырады. Ал енді қазіргі кезде министр айтып кетті ол кісі, портфолионы алып тастаймыз деп. Бірақ ол портфолионы алып тастаған өзінде ол кісінің бір сөзінде айтып кетті, яғни біз мұғалімді сапа арқылы анықтаймыз деді. Енді педагог не істейді? Ол соны тоқтатпайды. Ол тоқтатпайды, үйренеді, оқиды. Мысалы, оқыту семинарларға қатысады. Оқыту семинарлары не үйретеді? Мысалы, күрделі есептерді шығару жолдарын қарастырады сол жерде. Сол жерде үйреніп келуі мүмкін, иә. Сондай жаңағы шараларға қатыса отырып, әрине ол дамиды. Сол кезде мүмкін сапа жақсаруы мүмкін. Себебі мұғалім өзін жақсартпай, өзіне үйретпей, өзі дамымай, әрине оның да жұмысы дамымайды. Осы мәселе. Мына ұбт-да шекті балды көтерудің бір мәселесі бар ғой, 80 балл ма, сондай қойып тастады ғой, ұстаздық жолға түсу үшін. Сол ертең пайдасын тигізеді деп ойлайсыз ба? Әрине тигізеді. Бізде қалай болды осы уақытқа дейін, шын мәніне былай айтуға болады ғой, жаңағы төмен балл жинаған, бірақ шекті балды алған жаңағы оқушы, білім алушы деп айтамыз ғой, бізде ұлттық университеттерде шектік балл 75 балл болды. Енді сол 75 балл төмен жинаған оқушылар қайда барды? Бізде педагогикалық университеттерге барды, институттарға барды. Сол кезде сол оқушыларды қабылдады. Енді ол әртүрлі мәселе болды, әрине. Енді бүгінгі күні бұл шектік балды көтергеннен кейін әрине қандай балалар бар? Әрине білімі бар балалар бар. Білімі бар балалар барғаннан кейін ертеңгі ол жерде жақсы, мықты ұстаздар шығу әрине мүмкін. Біз айтамыз ғой, дипломированный специалист. 4 жыл жоғарғы оқу орнында оқып, шығып, қолына алған дипломды алып келген педагог, әрине ол педагог болады. Превенцияға келетін болсақ, мектеп қабырғасында жемқорлықтың болуы, ол қайдан шығып жатады жалпы? Бұл енді өте күрделі сұрақ. Былай қарасаңыз, білім ордасы оқушылармен жұмыс жасайтын жер, бірақ өкінішке орай сондай шығып жатады да. Әрине ол өте күрделі нәрсе. Енді қалай айтсам екен сізге, бұл жерде енді мұғалімдер өздері емес қой бұл жерде. Бұл жерде мүмкін қалай айтсақ екен сізге, ол болуы мүмкін, есеп бөлімінде болуы мүмкін, иә? Ол енді кез келген педагог оны білмейді ғой. Біз айтамыз ғой, каждый педагог он финансово неграмотный. Қазірдің өзінде бізде кейбір мектеп басшыларының өздері финансово неграмотный болуы мүмкін, иә? Сондықтан мәселе осы жақтан шығуы да мүмкін. Сол себептен де шығар,
бүгінгі күні біздің облыс неге көңіл бөліп отыр? Осы менеджментте отырған мамандарды финансово грамотный үшін оқытуды көздеп отыр. Мен ойлаймын, басшылыққа келген адамда ең бірінші қаржылық сауаттылық болу керек сияқты, өйткені қайда қол қойып жатсың, не үшін қойып жатсың ол қолды, көбісі білмейді да, соны қоя береді. Артынан ол заң жүзінде жауапқа тартылған кезде мен білмей қалдым деген нәрсе болмайды ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Ол болмауы мүмкін, себебі басшы болғаннан кейін сізге маман өз алдыңызға құжат әкелген кезде сіз қаражат қайдан келді, кімге бересіз дегенде қол қойған кезде әрине ол өзі қарап шығады ғой. Содан кейін ол түсіну керек не үшін қол қоятын. Сіз білесіз, соңғы ұстаздардың арасында TikTok әлеуметтік желісінде таралған ұстаздардың еңбек демалысы бұрын 56 күн ба? 56 күн. Қазір қысқарды дейді саны. Жоқ, ол былай ғой. Ақысы аз төленеді дей ма? Сондай бір нәрселер, енді ол TikTok әлеуметтік желісінде таралып жатыр да, соған байланысты қойып жатырмын да. Соның түсіндірмесі бар ма? Енді ол түсіндірмесі бар, негізі былай ғой. Біз жалпы негізі мұғалім мәртебесінде заңда көрсетілген педагогтер, жаңа педагогке жататын барлық мамандар, ол жаңа балабақша болсын, ол мектеп болсын, ол колледж болсын, педагогтер бізде жас кезде өзінің жыл сайынғы еңбек демалысын 56 күн демалады. Бірақ мынандай ұғым пайда болады педагогтерде. Біз өзіміз білеміз. Мысалы, бізде мектепте аптасына педагогтер 5-ақ күн жұмыс жасайды. Бізде аптада 7 күн, 7 күннің 5 күні педагог жұмыс жасайды, қалған 2 күні демалыс. Сол сияқты, мысалы, биылғы еңбек демалысында, мысалы, егер де ол кісіге 56 күн есептеп берсе, оның ішінде, мысалы, бізде шілде айында бірнеше күн жаңағы мерекелер күндері бар, сонымен қатар сенбі мен жексенбі күндері бар. Сонда өз бухгалтердің өзінің арнайы есебі бар. Есептеген кезде 56 күннің ішінің 40 күні төленеді. Себебі бізден жұмыс жасаған кезде де сенбі жексенбіге төленбейді ғой. Сол сияқты еңбек демалыс күндерде сол есептелінеді. Соны түсінбей жатады да, ушықтырып қазір әлеуметтік желіде сол TikTok шулап жатқан. Содан кейін қойып жатырмын бұл сұрақтар. Бұл сұрақтар көп түсіп жатыр. Бізде де жаңағы білім басқармасында Жетісу облысы педагогты қорғау чатына да түсіп жатыр. Әрине біз енді барлықтарын айтып жатырмыз. Негізі барлық білім беру ұйымдарында бухгалтерлар түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрине ол жаңа көрдіңіз бе, мен айтып кеткендей 56 күн деп педагогтың өзінің қаржылық сауаттылығы да болмай тұр ғой, көрдіңіз ба? Ол таза 56 күн емес, оның 56 күннің жаңағы біз шілдеде мысалы мереке күндері бар, одан кейін сенбі жексенбі күндерін алып тастаған кезде таза 40 күніне төленеді деген. Ұстаздардың арасында жиі туындайтын мәселелер, сұрақтар көбейіп бара жатыр барған сайын, және олар белгілі бір мемлекеттік мекемеге барудың орнына блогерларға баруды жөн санайды. Блогерлар олардың шаруасын шешіп береді деп. Бірақ қате пікір сияқты да. Енді біріншіден ол кісілердің ішінде жиналып қалған өкпе, оларды ешкім тыңдамағаннан болуы мүмкін да. Егер ол адамды ешкім естімесе, бәлкім сол кезде блогерлар естиді ау деп баруы мүмкін. Осы жағдайларда мысалы көп кездесіп жатады ғой. Көп кездесіп жатады, негізі, бірақ мынандай мәселе ғой. Бірінші кез келген, егер де педагогте кез келген мәселе туындап жатса, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, жағдай туындап жатса, біріншіден ол өзінің мекеменің басшысына жүгіну керек, сұрау керек, немесе жаңа жазбаша түрде өтініш беру керек. Егер де мекеме басшысы жауап бермей жатса, әрине бізде өзімізде местный исполнительный орган деп айтамыз ғой, кез келген ауданда өзінің бөлім басшысы бар. Жаңа егер де мекеме басшысы жауап бермесе, әрине ол кісі жаңа білім бөлім басшысы, білім бөлімдегі жаңағы бас маманы бар, сол кісіге жүгініп, осындай сұрақтарды қойып, жауап алуға мүмкіндігі бар. Бірақ өкінішке орай, кейбір педагогтер оларға жүгінбей-ақ, жаңа сіз айтқандай, тікелей блогерларға шығып жатады. Мүмкін егер де осындай мен шу шығарсам, мүмкін бұл мәселе тез шешіле ме деген осындай ой туындайды шығар деп ойлаймын. Бірақ мен жаңа сізге де айтып кеттім, бізде чат бар деп. Бізге қазіргі кезде көбінесе сол чатқа сіз айтып кеткендей еңбек демалысына байланысты, жаңағы сауықтыруға байланысты төлем ақылары туралы көп сұрақтар туындап жатыр, түсіп жатыр.
бірақ біз сол сұрақтарға жауап беріп үлгермей жатырмыз. Себебі біз жаңағы бухгалтер болмағандықтан мен осы түскен сұрақтарды мен мекеменің бухгалтерына немесе басқарманың бухгалтеріне мен осы сұрақтарды жолдап жатырмын, және сол кісілердің жауабын күте отырып соны қайтадан мен чатқа салуға тырысып жатырмыз. Әрине, ал енді біз тарапымыздан болып жатса, егер де сұрақтар туындап жатса, әрине көп педагогтер, мысалы сәуір айында бізде аттестацияға көп сұрақтар туындады. Сонда оқу ағарту министрлігі тарапынан әр облыста осы сұрақтарға жауап беретін өкілетті маманды таңдады. Соның ішіне мен де болдым. Бірақ мынандай мәселе болды. Енді мен өзімде қатты таңғалдым. Себебі менің телефонымды Инстаграм, Фейсбук парақшаларына салып тастады. Аттестацияға жауапты маман деп, кез келген уақытта деп. Бірақ ол жерде мынандай мәселе, ережені жазды. Мысалы, телефон шалуға болады сағат 8-ден 6-ға дейін деп. Бірақ өкінішке орай бізде мынандай мәселелер болды. Педагогтер сағатқа қарамай, егер де бүгін ол таңертең тестқа баратын болса, ол уақытқа қарамай, таңғы 5-те, таңғы 6-та маған телефон шалып жатты. Әрине, мен ұйқылы оя тұрып, ол кісіге жауап бергенше соның өзінде шыдамдық танытпай, маған өрескел мінез көрсетіп, ұрсуға дейін баратын. Бірақ мен әйтеуір өзім шыдамдылық танытып, берілген сұрақтарына жауап беруге тырысып отырдым. Сондықтан ойлаймын, ол біріншіден шыдамды болу керек деп ойлаймын педагогтер. Себебі неге? Мұғалімбіз ғой. Біріншіден біз 30 баланың алдында балаларға білім береміз, дәріс оқимыз. Сондықтан біз шыдамды болуымыз керекпіз. Егер де сыныпта балалар шулап жатса, мұғалімді тыңдамаса, мұғалім қандай іс-әрекетке барады? Айғайлайды, әрине. Сондай мінезді маған да көрсетіп жатты, әрине. Ол түнгі сағат 12 болсын, ол сағат түнгі 1 болсын. Апай, мен естідім, мен жолда келе жатыр едім, таксиден удостоверение личностін жоғалтып алдым, мен таңертең тестқа баруым керек еді, мен не істеймін, осы сұрақты, осы мәселе маған шешіп беріңіз деп, түнгі 1-де телефон шалған мамандар да болды. Мен айттым, әрине, таңертең сағат 9 болады, мен сізге шешіп беремін, себебі мен түнгі 1-де басқа мекеменің маманына телефон шалуға мүмкіндігім жоқ деп түсіндіріп аттым. Әрине, мүмкіндігін ішіне түсіндірдім. Осындай мәселе. Біз енді кез келген уақытта, егер де мұғалім шығып жатса, олардың мәселені шешуге тырысамыз дер кезінде. Қазір ұстаздар деген сайында ұстаздар өздерінің құқыларын білгіш болып кетті ғой, былай айтқан кезде бірдеңе болса мен өз құқығымды білемін деген сияқты. Бірақ өкінішке орай ол жауапкершілікке келген кезде. Енді көрдіңіз бе, жаңа айтып кеттіңіз ғой. Біз мұғалім мәртебесі заңы шыққан кезде мұғалімдер ол жерде мұғалімнің құқығы деген нені тармақты оқыды, бапты оқып алды. Ал оның астында мұғалімнің жауапкершілігі деген бап бар. Соны көп мән бермейді мұғалімдер. Мұғалімдер бірінші құқығы бар, екіншіден оның жауапкершілігі болу керек. Жауапкершілігі болу керек, біріншіден балаға қандай білім береді. Содан кейін екіншіден педагогикалық этика болу керек, сақталу керек. Соны ойлаймын. Сондықтан ешқашанда қай жерде құқық бар, сол жерде жауапкершілік бірге жүреді. Күшті айтып жатсыз, педагогикалық этика. Осы мәселе кейбір ұстаздар мектепке не үшін келетіндерін білмейтін сияқты өздері. Бағана сіз сөздің басында айтқансыз осы сұрақты. Иә. Ол кісілерге мен өзім бір-екі жиында болған кезде қойылған сондай сұрақ. Сіздер өздеріңіздің этикаларыңызды білесіздер ме деген кезде жауап бере алмаған адамдар болған. Қанша ұстаз отыр? Мен жаңа сөзіме де айтып кетем, қайталанып кетем. Көрдіңіз ба? Яғни бұл кісілер тек қана өздерінің құқықтарын біледі, бірақ жауапкершілікке мән бермейді. Егер де педагог оқитын болса, мен әрқашанда айтам, қазір де айтам, мүмкіндік болса, егер де ол мұғалім мәртебесі заңын оқыған кезде өзінің құқығын оқыса, мен барлық педагогтерді шақырамын. Ол сонымен бірге өзінің жауапкершілігін де ұмытпау керек. Соны қайталап шықса деймін. Одан бөлек, мысалы, имиджға келетін болсақ, ұстаздардың имиджі. Ұстаз имиджін өзі қалыптастырады. Оған біреу алып, сенің имиджің мынандай болады, сен мынандай химик боласың, сен мынандай математик боласың деп ешкім бермейді ғой. Бұрын мықты мұғалімдерді біз сарафанный радио арқылы еститінбіз,
мысалы 24-ші мектептің ана ұстазы мықты, 19-ші мектепте мына ұстаз бар деген сияқты. Соған байланысты ұбт-ға дайындалған кезде де біз ол кезде Инстаграм жоқ қой, солай іздеп табатынбыз ұстаздарды. Ал қазір әлеуметтік желі бар. Сол жерге мықты ұстаздар өздерінің жұмыстарын көрсете білсе, онда оларға деген ой пікір қалыптасады ғой. Ал бізде өкінішке орай ұстаздар жұмыс жасамайды деген ғана бір обобщенный тақырып бар. Ары қарай ол кісі қанша маман бар, қалай жұмыс жасап жатыр ол көрінбейді. Дұрыс айтасыз. Негізі қазіргі кезде жаңа өзіміз айтып кеттік қой, бізде бірінші қазір халық нені қабылдайды, әлеуметтік желіні қабылдайды. Барлығымыз қазір мен айтып кетсем, мысалы егерде 100% адамның оның 90% әлеуметтік желіде отырады. Сол кезде әлеуметтік желіде көрген кезде көбінесе біз жаңа таныс адамдар дейміз, ал жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, әр педагог өзінің имиджін өзі қалыптастырады. Дұрыс айтасыз, әркім өз имиджін қалыптастырады. Бірақ мен кейде ойлаймын, кейбір педагогтерге уақыт жетпей ма деп ойлаймын. Жаңа имиджін қалыптасқан, жаңағы жақсы мұғалім, жақсы деп айтамыз ғой, жақсы мұғалім, өзінің жан тәнімен жаңағы сүйіп жұмыс жасайтын педагогтер мүмкін білмейтін шығар өзінің жұмысын. Кейде педагогтер мақтана алмайтын педагогтар бар, өздері мақтана алмай, өзінің жұмысын көрсете алмайтын педагогтер бар шығар. Мүмкін сол жақта қажет шығар деп ойлаймын мұғалімдер. Жаңағы қаржылық сауаттылық емес, жаңа әлеуметтік желімен жұмыс жасау деп айтып кетеміз ғой. Мүмкін сол жақ жетіспей ма педагогтерге? Имидж туралы айтып жатырмыз ғой жалпылама. Қарап отырсыз, сіз айтасыз, сағат туралы айтасыз ғой, сағаттар жетпей ма деп. Былай қарасаңыз, 16 сағат, 16 сағат беріледі әрбір ұстазға. Әлде одан да көп беруі мүмкін бе? Жоқ, ол егерде мектепте педагогқа тапшылық болса, әрине ол 1,5 ставкада істеуі мүмкін. Мүмкін, бірақ көп жағдайда 16 сағат, Енді осы 16 сағатты 5 күнге бөлетін болсақ, ол 4-ақ сағат қой. Күніне 4 сағат жұмыс жасаса, қалған уақытын тиімді қолданса, ұстаз өзіне жекеменшік кәсіп ашып алса да болады, мысалы курстар. Ешкім тыйым салмайды ғой сізге курс жүргізуге болмайды деген, Сонда өзінің жалақысынан бөлек тағы да жалақы алуына болады. Ал ол еңбекқорлық және кәсібилік қой сол ұстаздың. Бірақ ондай мүмкіндіктерді көбісі көрмейді. Ондай бізде көбінесе бұнымен кімдер айналысады? Жас педагогтер айналысады. Ол 40 жасқа дейінгі педагогтер айналысады. Өзіңіздің өткенде сұхбатыңызға келген, мысалы, Асыл Қаймұхан. Бұл бала қандай бала? Бұл бала жаңағы мысалы ізденісте жүрген бала, өзінің сұхбатында сізге де айтып кеткен шығар. Мысалы, ол кісі негізі математика пәні мұғалім, бірақ ол кісі нені жақсы көреді? Кітапты оқуды жақсы көреді. Кітапты оқыған кезде оны математика пәнімен қалай ұштастыруға болады, соны көрсетеді. Одан кейін бұл Асыл мына 2019 жылы біз пандемияға байланысты онлайнға көшкен кезде ауыл мектептерінің оқушыларын жаңағы дистанционный деп айтамыз, қашықтан қалай оқытуға болған кезде өзінің жаңағы бірнеше продуктысын дейміз ғой, үнемін жасап шығарған болатын. Вот сондай, ал енді көрдіңіз бе, бұл неге байланысты? Мүмкін ол жасқа да байланысты ма деп ойлаймын. Бірақ жасқа байланысты болса да, мен жаңа айтып кеткен Татьяна Михайловна Станкевич, ол кісі көбінесе ол әлеуметтік желімен жұмыс жасамайды, көбінесе ол сайтпен жұмыс жасайды. Сайттармен жұмыс жасайды, российский сайттарға шығады, шетелдік сайттарға шығады да, ол жерде ол кісі стартап жасап, жаңағы сол өнімдерін жаңағы сол мемлекеттерге ұсынып жатады. Сол арқылы ол кісі грант ұтып жатады. Мүмкін осындай мәселе ма деп ойлаймын. Себебі әркім өзінің өнімін жасайды, бірақ өнімін әртүрлі жаңағы әлеуметтік желіге салып жариялай ма деп ойлаймын. Бірақ сіздің сөзіңізде жаны бар. Біз әр мұғалім өзінің имиджін не арқылы қалыптастырады? Әлеуметтік желі арқылы қалыптастырып білу керек. Сондай мүмкіндік бола ма? Мүмкіндікті тудырту керек деп ойлаймын. Мүмкіндік айтады ғой, кез келген жерде болады, оны көре білу керек дейді ғой. Жай ғана сол 45 минуттың айналасында жүріп қана қоймай, ары қарай өздерінің уақыттарын тиімді пайдалана білсе, онда мықты ұстаздар шығады. Маған мына жекеменшік мектептердің тәсілдері ұнайды. Өйткені оларға ұстаздарын пиарить ету керек қой. Өйткені олар сол арқылы ақша табады. Өйткені оларға ешкім келіп, менің оқушым, балам саған бере салдым демейді. Олар ұстаз арқылы қызықтырып алып келеді.
маркетинг арқылы. Сол маркетинг негізі мемлекеттік мекеменің қай саласын алса да сол жерге керек сияқты. Ол денсаулық саласы болсын, ол мемлекеттік қызметшілерге болсын керек та, өйткені жұмыс көп істейсіздер, бірақ ол көрсетілмейді. Іс-шараның айналасында қалып қалады да. Мысалы, осы жолы мен барған кезде бір кішігірім тәжірибемен бөлісуге барамын, сол кезде көтерейін деп отырмын осы мәселені. Біз іс-шара өтті кетті деген сурет, видеороликтер саламыз, бірақ өкінішке орай біздің мықты білікті мамандарымыз бар деп олар жайлы видео салмаймыз да. Олардың істеп жатқан жұмыстары, мысалы бағана айтып жатқан сіз ұстаз, сол туралы сюжеттер деген сияқты біз соны салмаймыз. Содан кейін де біз танымаймыз да өзіміздің мамандарымызды. Дұрыс айтасыз. Көп мұғалімдер біздің облыс танымайды, мүмкін танымайды, кейбіреулерін танып жатады. Бірақ сіздің сөзіңізде жаныңыз бар, өте жақсы идея. Мен енді көп идеям бүгін қазір өзі ойыма сызып отырмын. Не істеу керек болашақта дегенде осындай мәселеде туындап отыр. Жақсы, дұрыс айтасыз. Негізі кез келген мұғалімді тани білмейді. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, бұл негізі маркетинг жекеменшік мектептерде қойылған жұмыс деп отырсыз. Иә, әрине, себебі жекеменшік мектептің өзінің мәселесі ол балаларды неғұрлым көп өзіне тарту болып отыр. Ал енді мына мемлекеттік мекемелерде ол бала міндетті түрде келеді ғой, ол госзаказ ғой. Көрдіңіз ба? Сол себептен де мұғалім ұмытылмайды, мүмкін сол үшін ұмытылмайды шығар. Бала бірақ әйтеуір келеді бала. Келіп жатады, мектепке сыймай да жатады. Бірақ бізде бұл жерде нені байқаймыз? Бізде көбінесе ата-ана баланы мектепке алып келген кезде ол бірінші нені таңдайды? Ол мектепті таңдайды. Иә? Жаңа мен айтып мұғалімді таңдайды, соңғы мектепті таңдайды, мектептің атауын таңдайды деп. Енді бүгінгі күні білім саласында мынандай мәселе бар. Жан басына шаққанда қаржыландыру дейді. Бұл мәселе былай ғой, егер мектеп жан басына шаққанда қаржыландыруда жұмыс жасаса, бұл мектеп нәтижеге жұмыс жасайды. Егер де мектеп жақсы нәтиже берсе, ол баланы көп жинайды. Көрдіңіз ба? Яғни госзаказ бұл мектепке көп түседі. Осындай мәселеде қазір кішкене қозғалып жатыр бізде. Мүмкін бұл да енді болашақтың несі деп ойлаймын, білім беру саласындағы үлкен проблема. Бірақ бұл бастау жақсы негізі. Бірақ сіздің айтқаныңыз жаңағы бізде әрине облыста өте көп танымал педагогтер бар. Бірақ сіз жаңа айтқандай, оларды біз сюжет түсіріп, бүйтіп танымал қылып, ондайды біз ойластырмаппық шын мәнінде. Біздің мемлекеттік қызметшілер, мұғалімдер ғана емес, мемлекеттік қызметшілер қашады, түсірілімнен қашады, олар жабылып қалғанда. Мысалы, Астананың вайбы, былай айтқан кезде бөлек қой, онда жеке брендке жұмыс жасайды. Әрбір маман жеке брендке жұмыс жасайды. Өйткені конкуренция өте көп, каждый көрінгісі келеді. Ол жақта көріну тез ғой көзге. Сондықтан біздің өңірге сондай атмосфера керек сияқты. Әрбір қызметші өзінің жұмысын еркін көрсете алатын, әлеуметтік желіде телефонын алып көрсетіп, бүйтіп түсіріп жүретін барлығын. Кеше мен әлеуметтік желіде көріп қалдым. Мемлекеттік қызметші болу өте қиын ғой дейді. Өте көп жоқ деген нәрсе бар да. Сен жай ғана кафеге барып отыра алмайсың. Өйткені көріп қалады, ойбай, енді адам ғой. Адам болса, ол анау кафеде жүр, анау ана жерде жүр, мына жерде жүр деген сияқты. Бірақ былай қарасаңыз, ол адамдардың миына құйып алған бірдеңелер ғой. Дұрыс емес ойлау. Мемлекеттік қызметші де адам да. Ол кісі де демалғысы келеді, ол кісі де барғысы келеді, ол кісі де билегісі келеді деген сияқты. Бірақ сөйтіп жауып тастағаннан одан ары біздің мемлекеттік қызметшілер жабылып жатқан сияқты. Қазір мен интервью айтсам, бірдеңе дұрыс айтпай қоям ба деген сияқты сөздер кетті. Осылай ғой, жаңа мен айтып кеткенде солай ғой. Жаңа педагогтердің барлығы сол ғой. Егер де мен бірдеңені айтсам, мүмкін мен дұрыс айтпаймын. Мүмкін менің жауабыма біреу күлер. Мүмкін мен тағы қандай бір ой қалыптасып қала ма дегенде, осындай мәселе. Біз қазақпыз ғой. Қазақ болғаннан кейін әркім ар жағын ойлайды. Ал мен қасында отырған әріптесім не деп айтады екен, қандай ой туындап кетеді екен, мен туралы қандай ой салып кетеді дегендей осындай мәселе ғой. Осы кішкене бізді менталитет деп айтамыз ғой. Менталитетіміз сондай болып тұр ғой, көрдіңіз ба? Ал енді мына кейбір педагогтар, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, блогерға жүгінеді деп.
кейбіреулер мен ашықпын дейді да, бірақ оның шегінен шығып кететіндер де бар. Солай ғой. Шегінен шығып, жаңа өріскел заттарды көрсететіндер де бар. Мүмкін осы ма деп ойлаймын, кішкене былай весомость солай болып тұр ма деймін. Бірақ оның өзінің жүргізудің өз мәдениеті болу керек. Әрине. Иә? Пиар саласында жүргендіктен мен де ойлаймын, қолыма телефон алып көшедегі әрбір жыртық жерді көрсетіп жүретін болсам, онда кәдімгідей контент түсіруге болады да. Бірақ жақсы жақты көрсеткім келіп түсірген кезде ол өте қиынға түседі. Әсел, осы сөзді мен бар ғой, сізден екінші адам ретінде естіп отырмын. Бұл негізі сөзді мен мына Білімді ел газетінің редакторы Ләззат Түркістановадан да сөз естігем. Негізі ол кісі бізге осы Жетісу облысы алғаш рет құрылған кезде күз айында келіп, білім саласында біз көп білім саласын ол кісі аралады, колледждерді, мектептерге барды, балабақшаларға барды. Сонда ол кісінің айтқан сөзі, егер де барлық блогерлар, журналистер біздің тек қана жыртық жақтарымызды көрсете берсе, неге біз тек қана жақсы көрсетпейміз? Неге бізде жақсы көп қой, жақсылық көп қой? Неге біздің блогерлар сол жаққа бет бұрып кетті? Неге тек қана жақсылық жақты біз көрсетпейміз деп, мен осы сөз сол кісіден естідім, соны сізден естіп отырмын. Негізі ол дұрыс па деп ойлаймын. Білім саласы шынымен жаман жұмыс жасап жатса, онда қазіргі қызметтегі адамдар, қазіргі біз мына видеоны түсіріп жатқан балалар, олардың барлығы осы өңірдегі білім саласын алып шыққан балалар. Дұрыс айтасыз. Біз айтамыз, білім саласы, біліміміз төмендеп кетті, ойбай біз халықаралық деңгейден түсіп кеттік, біз соған жете алмай жатырмыз дейді. Бірақ былай қарап отырсаңыз, шетелдікте көбінесе оқып жүрген. Мен көп естіп жатам, негізі шетелдікте көп оқып жатқан Қазақстанның оқушылары. Ол кімнің нәтижесі? Ол ненің нәтижесі? Ол біздің білім саласының нәтижесі. Ол жақсы дүние. Себебі бала сол шетелдік деңгейде білім алып, сол деңгейге жетіп отырған біздің Қазақстанның оқушылары ғой. Мен ойлаймын, жаңағы біз құрдымға кеткен жоқпыз. Біз бармыз, біз жақсымыз, бірақ соны одан ары жақсартуымыз керекпіз. Содан кейін жақсы жақтарын көрсете білуіміз керекпіз, біріншіден. Сіздерде халықаралық, мен енді бір-екі атын білемін, PISA деген сияқты нелер бар ғой, сынақтар бар ғой, сіздердің білім деңгейлеріңізді тексеретін. Солардың нәтижесі бойынша өңір жақсы нәтижелер көрсетіп жатты, бастауыш сыныптар бойынша. Бізде білім алушылардың білім жетістігін мониторингілеу, ол жаңа мода деп айтамыз. Мода өзі былтыр өтті, биыл өтті. Жыл сайын мысалы 25% мектептер қатысса, сол 4 жылдың ішінде бізде 100% барлық мектептер жаңағы қамтылып кетеді. Сонымен қатар бізде жаңа сіз айтып кеткендей халықаралық зерттеулер бар, PISA, TIMSS, PIALS. Енді бұл жерде мынандай мәселе ғой. 2018 жылы өткен PISA-дан біздің облыс орта деңгейде көрсетті жетістікті. Жетістіктеріміз де бар, кемшіліктеріміз де бар. Бұл жерде мынандай мәселе ғой, 4-ші сынып, егер де 4-ші сыныптың оқушылары нәтижені жақсы көрсетіп жатса, 9-ші сыныптың оқушылары нәтижені орташа көрсетіп жатады, төмен көрсетіп жатады. Ол енді көрдіңіз ба, бұл жерде кішкене сабақтастықтың несі кемшілігі деп ойлаймын. Себебі бастауышта бала жақсы білім алады, оқиды, тырысады, бала ғой өйткені. Ал енді орта буынға көшкен кезде бала есейеді. Ол біріншіден, екіншіден подростковый период, қызығушылық, кішкене адаптация дегенде осындай мәселеде әсер ете ме деп ойлаймыз. Енді бірақ жаман емес, әрине. Жақсы, нәтижеміз де жақсы. ұбт-ның көрсеткіші мектептен алып тастағалы үлкен бір серпіліс болған сияқты. Шын мәнісінде бұрын ұбт біз үшін бір соңғы тұрған сынақ сияқты болатын, қорқыныш болатын. Ал қазір ұбт-ны сен 3-4 рет барып өзің үшін тапсыра аласың. Бұл жаңағы ұстаздарға да жүктеп тастаушы еді. Бұл бұрын мектепке жүктейтін, бұл мектептің рейтингісі болатын, одан кейін мұғалімдерге жүктейтін. Қазіргі кезде өте жақсы. Мысалы бала бір жылда 4 рет тапсыра алады. Мысалы 2 ақылы түрде немесе 2 грант түрінде өткізе алады. Яғни бала бұл жерде көрдіңіз ба, енді кез келген уақытта, өзінің таңдаған уақытында барып ұбт-сын тапсырады. Бұл жерде көрдіңіз ба, бұрын қалай болатын? Баланы барлық оқушылар жинап, бір күні, мысалы жинайды да,
университеттің зданиесін алып келеді, кіргізеді. Оның өзі бір не болатын, балаға бір стресс болатын. Ол кәдімгідей тексерістен өтеді. Оның өзі жаңағы атмосфера сондай болып тұр. Қорқытады, басып тұрғандай болып тұрады балаға. Қазір бала барады, кез келген уақытта өзі барады. Бұрын біз ата-аналар шу-шу етіп балаларды кіргізіп жіберіп, оны ойбай күтіп алатынбыз. Біреу жылап атады, біреу қуанып атады. Қазір кезде бала свободно барады, тапсырады, свободно қайтады. Ол жерде уже стресс жоқ балада. Көрдіңіз ба? Бұл да жақсы ма деп ойлаймын. Балаға мүмкіндік бар. 4 рет жаңағы ОБТ-ны тапсыру. Мысалы, мен өз балам биыл мектеп бітіріп жатыр. Мен бүйтіп айттым. Сен алдымен жаңағы мына ақылы грантқа барайық. Сен ең бірінші көр, сезін, ол не? Ты должна почувствовать, что это такое вообще. Как сдают, өзін сезініп көр, соның жан-жағыңды байқап көр. Себебі саған онда стресс болмайды. Жаңағы нақты грантқа тапсырған кезде. Деген кезде, балам барды, көрді, 1-2 рет сезінді, 3-ші рет барған кезде бала емін еркін барды да тапсырды. Ол да бір жақсы шығар деп ойлаймын. Ол бір жақсы шешім ба деп ойлаймын балаларға. Себебі бұл баланың болашағы ғой. Мектеп бітіргеннен кейін өзінің таңдаған мамандығына оқуға түсу, ол баланың біріншіден үлкен өмірге қадамына болашағы деп ойлаймын. Сол себептен де жақсы шешім бұл. Өзіңіз қанша балаға тәрбие бердіңіз, білімге үйреттіңіз? Осы тұста балаларыңыз шетте қалып қалмады ма? Жоқ, балаларым шетте қалған жоқ. Әрине, мен өзім білім саласында болғаннан кейін шын мәнінде былай қарап отырсақ, мен осы соңғы баламды өзімде бүйтіп еселеп көрдім, отырып өткенде жолдасыммен. Адамдар сұрайды менен, сіздің балаңыз бүгін емтихан тапсырды ма деп. Мен өтім бүгін емтихан бет деп сұраймын өз-өзімнен. Содан кейін кешке келгеннен кейін баламнан сұрап қойып, енді емтихан тапсырдым десем, жақсы тапсырдым деп қойды. Бірақ қалай жақсы тапсырдым, неше алдың деп сұрамайды екенмін, шын мәнінде. Енді үлкен баламды шын айтса, мен өзім бірге отырып оқыттым, себебі бала күтіміне байланысты мен үйде отырдым. Балам алғаш рет мектепке барған кезде өте қиын болды, себебі үлкен балам балабақша бармағандықтан, балабақша барған кезде бала біріншіден зейіні тұрақтанады екен, содан кейін ойлау қабілеті, соң жаттандысы жағы жақсы дамиды. Ал үйде отырған баламен ата-ана не істейді? Ешқандай жаңағы әрекет жасамайды, оқытпайды, үйретпейді. Тіршілікті жұмыс қой ананың. Өзінің үйінің жұмысы бар, тамағы бар, басқа балалары бар. Ал балабақшаға барған бала ол басқаша болып келеді. Оны қабылдауы да басқа. Мектепке кірген кезде қабылдауы да басқа, бала дайын болып келеді. Сол себептен де мен өзім кішкене қиналдым, бірақ жақсы. Бүгінгі күні 3 балам бар. 3 баламды да енді шын айтса, үлкен балам үшеуі де Назарбаев университетінде. Енді ең кішім биыл 11-ші сынып бітіріп отыр. Міне 2 апта болды, біз енді ол университетке түстік деген хабар келді. Біз енді 7 тамыз күні кіреміз университетке. Енді үлкен баламды айтсам, ол өзі сол Назарбаев университетінде PhD-да ғой, докторантурада. Екінші балам сол Назарбаев университетінде медицинасында оқиды. Биыл бакалавр бітіріп, докторына түсіп отыр. Осындай мәселе енді. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Енді ол бір жағынан жолдасымда айтатын сөзі бар. Сенің талабың, сенің жаңағы қалай айтсам, требовательсің, балалардың осындай жемісін жеп отырсын дейді. Қатал болдыңыз ба? Қатал болдым балаларыма. Қатал болдым. Енді баланың тәрбиесі деп жатырмыз ғой. Осы қазір бәрі әлеуметтік желіге алып келеді. Мультфильмдердің барлығы орыс тілде болуы, соның барлығы. Бірақ мен қарап отырсам, бізде кезінде Том и Джерри көрдік, Ну погоди көрдік, бірақ қазақша жақсы сөйлейміз. Қазіргі кішкентай балалар таза орыс тілінде сөйлейді, қазақша түсінбейді. Ол ортаға байланысты. Себебі ата-анасы үйде де орысша сөйлейді. Білмеймін енді, ол мүмкін олар ойлайды шығар, жас ата-аналар ғой көбінесе бұл жерде қазіргі кезде. Мүмкін баламды орысша үйретсем, өзімде үйде орысша сөйлесем, мәдениетті болып көрінем ба деп ойлаймын екен. Мен сөйтіп қабылдаймын өзім негізі.
Ал негізі өзім балаларымды тәрбиелеген кезде мен бір баламды орысша сөйлетіп үйретпеппін, өзім талап қойдым жанұямда. Мен сабақты оқыған кезде де, балалармен сөйлескен кезде де, біз енді совет өкіметінің кезінде өстік қой. Мен өзім мектепті орысша бітірдім да, бірақ үйде таза қазақша сөйлеуді тырыстым. Баламды оқытқанның өзінде де нүкте, өтір деп осылай талаптар қойып отырдым. Себебі запятой точкаға жеңіл ғой сөйлеуге, бірақ мен оған ұмтылмадым. Содан кейін мен туған туысқандарым күлетін. Балаларым 7-8 сыныпта оқыған кезде, сен балаларыңды орысша сөйле деп айтсақ, орысша сөйлемей айтамын. Әр уақытта, әр қашан кез келген бала орыс тіліні ортада немесе теледидар арқылы жаттап алатын дейтін. Соған келдік. Балаларым еркін сөйлейді, бірақ таза қазақша сөйлейді. Мен үйге келген кезде, қазірдің өзінде де, олар үлкен балам қазір 28-де, бірақ мен айтам, үйге келдің ба, балам қазақша сөйлейдім, маған орысша керек емес деймін. Орысшаны өзің жүрген жеріңде, ортаңда сөйлеп аласың деймін. Андай ұғым бар сияқты, орыс сыныбында оқыған оқушылар белсенді болады, ойын ашық жеткізе алады, еркін болады деген. Ал қазақ сыныбында оқыған балалар яң болады, дұрыс айтасыз. Ол да тәрбие ғой. Мысалы, орысша сөйлейтін балалар қалай? Мен өзім орыс сынып бітіргеннен кейін, мен кішкене сіз айтқандай ашық болдық. Себебі бізді қалай үйретті мектепте? Егер де сен өз ойыңды айтсаң, жеткізсең, сен жақсы боласың дейтін. Ал қазақ сыныпта бүйтіп айтады, ол болмайды, ол ұят болатын дейтін. Содан кейін қазақ сынып бітірген балалардың бар ұяң болатын, жабық болатын, жуас болатын. Ал енді сол орыс сынып пен қазақ сыныпты қойған кезде, орыс сыныптың балалары қалай айтсақ екен, мынандай ашық, өз ойларын жеткізіп, сенімді, өзіне сенімді, содан кейін саған ұнай ма, ұнамай ма айтып тастайтын ойды. Ал енді қазақ сыныптың балалары ұялатын. Мүмкін мен сені ренжітіп аламын, мүмкін менің айтқаным дұрыс емес дегендей болатын. Көрдіңіз ба? Бұл жерде екі түрлі тәрбие болатын. Сол себептен де мен әрқашанда айтамын. Мысалы, біз өзімнің сыныптастарыммен кездескенде де айтамын. Орыс сынып, қазақ сыныптың балаларға әлі күнге шейін сондай. Ол өзгерген жоқ. Қазірде мысалы пікірсайыс деген клубтар ашылып жатыр. Соған байланысты қазақ сыныбының оқушылары өз ойларын еркін жеткізіп, өздерінің сөздерінде тұрып үйреніп жатқан сияқты. Оған дейін шын мәнісінде болатын жабық. Мен пікірсайыстарды көріп жатамын, оқушылардың ойнап жатқанын қатты ұнайды. Және қазіргі 13-14 жастағы балалармен сөйлессең, қазақ сыныбының баласы кәдімгі еркін сөйлеседі үлкендермен. Ойын көрдіңіз бе, заман солай болып тұр, заман өзгеріп жатыр. Қазір жастардың өзі, қазір былай қарап отырсаңыз, белсенді. Белсенді жастар да көп, ұяң жастар да көп. Соған байланысты деп ойлаймын, көбінесе пікірсайысқа қандай балалар барады? Дебатқа, жаңағы мектептегі парламентқа көбінесе өзіне сенімді балалар барады. Сенімді мен айта аламын да, өзімді көрсете аламын деген көшбасшы балалар бара алады. Содан кейін мынандай мәселе ғой, қазір көп былай қарап отырсаңыз, балаларда мен деген концепция жақсы қалыптасқан. Мен деген. Сол себептен де солай шығар деп ойлаймын енді. Сол мен деген болу керек сияқты. Өйткені ең бірінші адам өзін сыйласа, ол қоғамды сыйлай алады. Адам қоғамды сыйлап, өзін сыйламаса, оны айтуға бола ма, біреуді сыйлай алады деген сияқты ғой. Жоқ, енді ол әртүрлі ғой. Енді сіз дұрыс айтасыз, мен деген концепция жақсы ғой, бірақ кейбіреулері былай ғой, оны біреусі дұрыс түсінеді, біреусі дұрыс түсінбейді. Бірақ анандай нәрсе болмайды, бәрі маған, саған ештеңе деген нәрсе болмайды да, сен алғандай сен беру керексің. Көрдіңіз, сол себептен балалар көбісі қабылдайды солай. Кейбіреулер мен деген концепцияны ол мен қалай істесем екен дегендей болады. Ал біреусі ойлайды, менікі мен ғана дегендей болуы мүмкін. Солай ғой. Өткенде бір жиында мемлекеттік қызметтегі бір кісінің қатты сөзі ұнады. Әрине мен деген жақсы, бірақ командалық жұмыс одан да жақсы деген. Бірге жасаған жұмыс, бірігіп топ болып жасаған жұмыс, мықтылардың жиналып жасаған жұмысы әлде қайда нәтижелі болады деген. Дұрыс айтасыз, себебі басшы біріншіден бүйтіп айту керек. Менің ұжымым емес, біздің ұжым деп айту керек. Біздің ұжым мықты, біздің ұжым ауызбіршілігі етті, біздің ұжым әрқашанда алып шығады деу керек. Менің емес.
себебі ол менің жұмым бола алмайды, ол біз бола аламыз. Егер де бәріміз бірге бір ауызды жұмыс жасасақ, біз әрқашанда жоғарыда біз болып көрінеміз. Осы біз болып жүрген жұмыстарыңыз өз нәтижесін көрсете берсін. Білім саласында жасайтын әлі де атқаратын жұмыстарыңыз өте көп, нәтижесін берсін. Алдыда талай өзгерістер болып жатыр, сол өзгерістерге бейімделіп жақсы бір нәтижелі жұмыс атқаратындарыңызға сенімдіміз. Қали Жолтаевна, бүгін келіп осылай лайықты ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға үлкен рахмет. Енді осы біздің ұстаздар қауымының ұстазысыз ғой, соларға бір ойыңыз болса, айтатын тілегіңіз болса, айтсаңыз. Жақсы, енді біз бағана да айтып кетіп жатырмыз ғой, әдіскер ол ұстаздың ұстазы деп. Әрине, біз біріншіден педагогтерге мен әрқашанда қай жерде болмасын, жиын болсын, ол жаңағы мереке болсын, біріншіден біз педагогтерге деп айтамыз, шығармашылық табыс тілейміз дейміз. Себебі егер де педагог шығармашыл болса, оның жұмысы да жанданады. Әрқашанда біз өзгерістерге бейім болуымыз керекпіз. Содан кейін әрқашанда біз балаларға махаббатымыз ашық болу керек. Осыны ғана тілеймін. Рахмет.